Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті көрермендерім. Есімім Ұлбосын Леспекқызы, кардиолог-диагност дәрігер. Бүгін ерекше тақырып, көп адамдарды мазалап жүрген тақырыпты қозғайтын боламын. Тақырыбым артериялық гипертензияның, яғни қан қысымының жоғары болудың ер азаматтардың жыныс мүшесіне жағымсыз бес әсері. Осы тақырыпты қозғайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Ал біз тақырыбымызды ашайық. Бірінші, қан айналымының бұзылуы. Жоғары қан қысымы тамырлардың тарылуына және серпімділіктің төмендеуіне алып келеді. Бұл жыныс мүшесіне қан ағымын азайтып, немесе толық төмендеуіне алып келеді. Эректильдік дисфункцияға алып келеді. Екінші, азот оксидінің төмендеуі. Азот оксиді қан тамырларды кеңейтіп, қан ағысын жақсартатын маңызды зат. Гипертензия кезінде осы азот оксидінің бөлінуі төмендейді. Бұл жыныс мүшелеріне қан келуін төмендетеді. Үшінші, жүйке жүйесіне әсері. Қан қысымының жоғары болуы жүйке ұштарын зақымдайды. Бұл жыныс мүшесінің сезімталдығын төмендетеді және жыныстық қозуды бәсеңдетеді. Төртінші, гормональды өзгерістер. Кейбір зерттеулер гипертензияның тестостеронның төмендеуі мүмкін деген қорытындыға келеді. Бұл дегеніміз либидо мен потенцияға кері әсерін етеді. Бесінші жағымсыз әсері дәрі-дәрмектердің жанама әсері. Кейбір гипотензивті препараттар, яғни қан қысымын төмендетуге арналған дәрілер, солардың ішінде мысалы бета-блокаторлар, диуретиктер, бұлар жыныс белсенділіктің төмендеуіне алып келеді. Бұл жағымсыз әсерлерді азайту үшін не істейміз? Бірінші, қан қысымын дұрыс бақылауымыз керек, дұрыс тамақтануымыз керек, белсенді өмір сүру салтын ұстануымыз керек, және маңызды нәрсе дәрігермен кеңесіп, гипотензивті препараттарды дұрыс таңдау керек. Егер сізге білікті кардиолог кеңесі керек болатын болса, онда менің WhatsApp нөміріме жазыңыздар, немесе комментарияға номер қалдырсаңыздар болады. Менің көмекшілерім сізге шығып, менің қабылдауыма жазыла аласыздар. Видео пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода жолыққанша аман есен болыңыздар.